Қашықтықтан қашықтықтан оқыту жағдайында жиынтық жұмыстарды жүргізу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар. Бөлім үшін жиынтық бағалауды және 90-дық жиынтық бағалауды өткізуге дайындық. 1-10 сыныптарда апталық жүктемесі 2 және одан да артық сағатты құрайтын оқу пәндері бойынша 1 БЖБ және 1 ТЖБ жүргізіледі. Оқу жүктемесі аптасына 1 сағатты құрайтын оқу пәндерінен бөлім бойынша 1 жиынтық жұмыс жүргізіледі. 11 сыныптағы оқу пәндері бойынша бақылау жұмыстары жүргізіледі. БЖБ-ны өткізу мерзімі. Оқу жүктемесі аптасына 2 және одан артық сағатты құрайтын оқу пәндері бойынша 4-11 мамыр. Оқу жүктемесі аптасына 1 сағатты құрайтын оқу пәндері бойынша 11-15 мамыр. 1-10 сыныптарда ТЖБ, ал 11 сыныптарда бақылау жұмысын өткізу мерзімі 18-22 мамыр. БЖБ мен ТЖБ саны бір күнде 3 жиынтық жұмыстан аспауы тиіс. БЖБ-ны өткізу уақыты 20 минут, ТЖБ-ны өткізу уақыты 40 минут. 1-4 сынып білім алушылары үшін БЖБ мен ТЖБ-ны өткізу уақыты регламенттелмейді. Педагог оқу тапсырмасына бағалау критерийлерін әзірлейді. 1-4 сынып оқушыларына арналған БЖБ және ТЖБ тапсырмалары қиын болмауы керек және 2 тапсырмадан артық берілмеуі тиіс. 5-10 сынып оқушыларына арналған БЖБ және ТЖБ тапсырмалары 5 тапсырмадан артық берілмеуі тиіс. БЖБ мен ТЖБ оқу тапсырмаларына шығармашылық сипаттағы тапсырмалар, практикалық тапсырмалар, зерттеу тапсырмалар, жобалар, эссе және тағы басқалары. Бір дұрыс жауабы бар тест тапсырмалары. Бірнеше дұрыс жауабы бар тест тапсырмалары. 3 тапсырмадан артық емес. Сәйкестендіруге арналған тест тапсырмалары. Қысқаша жауапты сөз немесе қысқа сөйлем түріндегі жауап есеп шығаруды талап ететін сұрақтың ашық түрлерін, толық жауапты талап ететін сұрақтың ашық түрлерін қолдануға болады. БЖБ мен ТЖБ-ны өткізу барысында оқыту процесіне қатысушылардың міндеттері. Білім беру ұйымдарының әкімшілігі, білім беру ұйымының басшысы мектепте жиынтық жұмысты жүргізу процесін басқарады және БЖБ мен ТЖБ өткізудің бірыңғай кестесін бекітеді. Білім беру ұйымының басшысының орынбасары мектеп бойынша жиынтық жұмыстарын жүргізудің бірыңғай кестесін БЖБ 20 жылғы 30 сәуірден кешіктірмей, ТЖБ 20 жылғы 15 мамырдан кешіктірмей жасайды. Педагогтары үшін БЖБ мен ТЖБ өткізу бойынша нұсқаулық жүргізеді. Жиынтық жұмыстарды жүргізу процесінде жалпы үйлестіру мен мониторингілеуді қамтамасыз етеді. Педагогтың міндеті. Өтілген оқу мақсаттарына сәйкес БЖБ мен ТЖБ оқу тапсырмаларын жасайтын бөлімдер, бөлімшелер мен оқу мақсаттарын анықтайды. Білім алушылардың орындауына арналған БЖБ және ТЖБ тапсырмаларын құрастырады. Педагог ТЖБ оқу тапсырмаларын спецификаға сәйкес әзірлейді. Тілдік пәндер бойынша БЖБ және ТЖБ-да айтылым және тыңдалым дағдыларын тексеруді талап ететін оқу мақсаттары кірмейді. Бұл ретте жазу және оқу дағдылары үшін ең жоғарғы балл 15 баллды құрайды. БЖБ және ТЖБ білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау критерийлерін әзірлейді. Білім алушылар үшін БЖБ және ТЖБ өткізудің көрсетілген күніне дейін нұсқаулық жүргізеді. Білім алушылардың орындаған жиынтық жұмыстарын тексереді және сынып журналына балл қояды. Білім алушыларға, ата-аналарға немесе балалардың заңды өкілдеріне БЖБ ТЖБ орындайтын қорытындысы бойынша кері байланыс береді. Білім алушылар БЖБ және ТЖБ орындау барысында академиялық адалдық ережесін сақтайды. Бөгде адамдардың көмегінсіз тапсырмаларды өз бетінше орындау керек. Жиынтық жұмысты орындау барысында қосымша оқу ресурстарын пайдалануға болмайды. Жиынтық жұмыстарды орындауда жауапкершілікпен қарайды. Жиынтық жұмысты орындауға бөлінген уақыт аяқталғаннан кейін білім алушы орындаған жұмысты педагогке қолжетімді байланыс құралдары арқылы жібереді. БЖБ мен ТЖБ саны сыныптар және пәндер бойынша. 1 сынып 10 пән, 6 БЖБ, 4 ТЖБ. Кестеден көріп отырғандай, өзін-өзі тану, музыка, көркем еңбек, дене шынықтыру пәндерінен БЖБ, ТЖБ өтпейді, сынақ түрінде сынақ тапсырылады. 2 сынып бойынша 11 пән, 7 БЖБ, 5 ТЖБ. Бұнда да өзін-өзі тану, музыка, көркем, дене шынықтыру пәні БЖБ-да өтпейді, ТЖБ-дан сынақ тапсырылады. 3 сынып 12 пән, 7 БЖБ, 6 ТЖБ. Бұнда өтпейтін пәндер АКТ тапсырылмайды, БЖБ, ТЖБ. Өзін-өзі тану, музыка, көркем еңбек, дене шынықтыру тапсырылмайды. 4 сынып 12 пән, 7 ТЖБ, 6
7 БЖБ, 6 ТЖБ. АКТ-дан тапсырылмайды БЖБ, ТЖБ. Өзтану, музыка, көркем еңбек, дене шынықтыру тапсырылмайды. 5-ші сынып 13 пән, 9 БЖБ, 7 ТЖБ. Тапсырылмайтын пәндер, ТЖБ тапсырылмайтын пәндер: информатика, дүниежүзі тарихы. Өзін-өзі тану, музыка, көркем еңбек, дене шынықтыру тапсырылмайды, сынақ тапсырылады. 6-шы сынып 13 пән, 9 БЖБ, 7 ТЖБ. ТЖБ тапсырылмайды, информатика, дүниежүзі тарихы. БЖБ-да, ТЖБ-да тапсырмайды, өзін-өзі тану, музыка, көркем еңбек, дене шынықтыру. 7-ші сынып 16 пән, 13 БЖБ, 10 ТЖБ. Тапсырылмайтын пәндері: өзін-өзі тану, көркем еңбек, дене шынықтыру. ТЖБ тапсырмайтын пәндер: информатика, химия, дүниежүзі тарихы. 8-ші сынып 16 пән, 13 БЖБ, 11 ТЖБ. Тапсырылмайтын пәндер, ТЖБ тапсырмайтын пәндер: информатика, дүниежүзі тарихы. Өзін-өзі тану, көркем еңбек, дене шынықтыру БЖБ-да, ТЖБ-да тапсырылмайды. 9-ші сынып 17 пән, 14 БЖБ, 11 ТЖБ. ТЖБ тапсырылмайтын пәндер: информатика, дүниежүзі тарихы, құқық негіздері. Тапсырмайтын БЖБ-да, ТЖБ-да тапсырмайтын пәндер: өзін-өзі тану, көркем еңбек, дене шынықтыру. 10-ші сынып жаратылыстану математика бағыты 19 пән, 14 ТЖБ, 14 БЖБ, 13 ТЖБ. ТЖБ тапсырмайтын пәндер: қазақ тілі, өзін-өзі тану, дене шынықтыру, алғашқы әскери дайындықтан БЖБ-да, ТЖБ-да тапсырылмайды. 11-ші сыныпта алгебра және геометрия, информатика, биология, география, физика, химия, орыс тілі, орыс әдебиеті, қазақ тілі, қазақ әдебиеті, шетел тілі, Қазақстан тарихы, дүниежүзі тарихы, адам, қоғам, құқық пәндері бойынша ағымдағы бағалар және 4-ші тоқсанның қорытынды бағасы қойылады. Өзін-өзі тану пәні бойынша есептелінді, есептелінбеді қойылады. 11-ші сыныпта дене шынықтыру, технология, алғашқы әскери дайындық оқу пәндері бойынша жылдық баға 19-20 оқу жылының 1-ші, 2-ші, 3-ші тоқсандарының қорытындысы негізінде қойылады. Назарларыңызға рахмет.